Ботагөз. Ботагөз. Ойың оң жақта жүр ғой? Сәлем Диана. Ойым оң жақта жүрген рас. Білмеймін. Бүгін бәрің түрлерің бір түрлі. Менен бірдеңе жасырып жүрсіңдер ме осы? Негізі жоқ. Кеше жиналыс болған ғой, сол жерде саған сөйлеспейміз деп келіскенбіз барлығымыз. Сабақ болсын деп. Айтып қойдың ба? Түсінбедім, не үшін сонда? Не үшін болғанда сол үшін? Видеоны рұқсатсыз салғаны үшін? Диана, өтінем айтпашы ешкімге. Білмегенде жүре берші, аға. Сонда енді мен сенің құпияңды сақтап жүруім керекпін ба? Сөйтші өтінем. Менен естігенді айтпашы, өтінем Диана. Бәрі маған сосын сенбей қалады. Өтінем сұрайым Диана. Сенімге селкеу түскен жасыру оңай емес. Жоқ, негізі саған бәріміз бүгін кешке ашамыз деп ойлағанбыз ғой, әзіл деп. Негізі мен басында бұған келіскен жоқпын, Диана, бірақ қайтем енді, қалай айтып қойғанын байқамай қалдым, ешкімге айтпашы. Оны орнына келтіру үшін бір нәрсе жасауың керек сияқты. Не істеу керек? Айт. Так, кофе, тәттілер. Бірақ бәрінен бұрын маған енді бір күшті тұрып көйлек тігіп берсең. Бұл тігіп берем. Көйлегіңді де аласың, кофеңді де аласың, бірақ Диана, менен естігенді айтпашы ешкімге, жарай ма? Жарайды. Все, әзірге ешкімге айтпай тұрам. Бірақ көйлек туралы ұмытпай, ма? Все, пока. Не бар еді, айтып ашық алып осы. Не болды ағайын?